бір орманның шетінде анасы мен қызы өмір сүріпті. Олар күндерін әрең көріп жүріп, солай күндері жалғаса береді. Содан бір күні қызы орманға барып отын теруге барғанда, патша нөкерлерімен жүріп қызға келеді. «Қызым, үйіңде су бар ма? Су берші маған» дейді. Содан әлгі қыз патшаны үйіне алып келеді. Анасына «Мына кісіге су беріңізші» дейді. Сонда анасы шығып патшаға су бергенде, патша мен анасы екеуі бір-біріне қарап таң қалып қалады. Содан екеуі үйге кіріп, қызын шақырады. Қызы анасына қарап, «Не болды айтсаңызшы» деп сұрағанда, «Мынау кісі сенің әкең» деп жауап береді. Сонда патша үндеместен, «Сендерді маған баяғыда қайтыс боп кетті деп айтқан, мен сендерді қайтыс боп кетті деп ойлап, талай жылдан бері сендерді қайғырумен келе жатырмын. Сендерді енді бұл жерге тастамаймын. Жүріңдер» деп өзімен бірге хан сарайына алып кетеді.